Байғыз. Сүлеймен патша Гүлбахрам деген қызға ғашық болыпты. Ол аспандағы перінің қызы екен. Патша оған өз тілегін білдіріп, бір жаушы жібереді. Гүлбахрам оған, егерде 18.000 ғаламның иесі болған патшаның көңілі маған түскен болса, мен оның тілегін қуана құптаймын. Алайда бір шартым бар. Соны орындай алса, мен мақұлмын депті. Жаушы, патшаға айтып барайын, лебізіңізді білдірер ме екенсіз, дейді. Ханша, патшаңыз маған құстың мамығынан төсек, сүйегінен сарай салдырса, мен оған мәңгілік жар болар едім, депті. Жаушы бұл сөзді патшаға жеткізіпті. Гүлбахрамға аңсарауған патша бұл шартқа мақұл болып, әлемдегі құстарға жарлық жариялап, ұлы той болады деп, тез жиналуды бұйырады. Жарлықты естіген құс атаулы келе бастайды. Келген құстарды нөкерлер тұмсығын кесіп, тізе береді. Соңында түгендесе, байғыз деген құс келмепті. Оны шақырып келуге жапалақты жібереді. Жапалақ барып байғызға: «Ей, нағып жатырсың? Патшаның әмірі жетпеді ме?» десе, байғыз: «Мен бір шаруа істеп жатырмын, бара алмаймын», депті. Жапалақ қайтып келіп мәліметін берген соң, байғызды сөзсіз алып келуге қаршығаны жіберіпті. Қаршыға байғызға келсе, ол үңгірдің ішінде ары қарап жатыпты. Қаршыға: «Сен неге патшаның тілін алмайсың? Жүр тез. Сенен басқамыз жиылып болдық», десе, байғыз: «Мен бір есеп істеп бітір алмай жатырмын ғой. Есебім біткен соң барамын. Патшаға соны мәлімде», дейді. Қаршыға: «Болмаса, басыңды бір көрсетші маған. Ары қарап сөйлеген сөзіңді ұқпадым», дегенде, үңгірден басын шығарып, «Ал, ашықтың да» дей бергенде, қаршыға оны қағып ала жөнелтті де, патшаның алдына алып кепті. Патша оған: «Сен неге менің жарлығымды орындамайсың?» дегенде, «Тақсыр, мен бір есеп істеген едім, соны бітіре алмай кешігіп қалдым», дейді байғыз. Патша: «Ол қандай есеп еді?» деп сұрайды. «Тақсыр, дүниеде жазық көп пе, тау көп пе, тірі ме, жоқ өлі көп пе, әйел көп пе, әлде еркек көп пе деген есеп істеп жатыр едім», депті. Патша: «Қайсысы көп екен?» деп сұрапты. Тақсыр, дүниеде тау көп екен. Неге десеңіз бар ғой, тезекке қонсам да, құйрығым жерге тимесе, тау деп есептедім. Құмырсқаның илеуінде тауға қостым. Дүниеде тіріден өлі көп екен. Күн шыққанша ұйықтаған адамды өліге есептедім. Әйелдің сөзіне ерген еркекті де әйелге қосқанда, ерден әйел көп екен», деп жауап беріпті байғыз. Патша байғыздың сөзіне жеңіліп, Гүлбахрамды алмауға бел байлап, құс атаулыны азат етіпті. Сөйтіп, байғыздан басқа құстардың тұмсығы түгел тесік болғаны содан екен.